1741 жылғы қазақ жеңісінен кейін Қалдан Серен Абылай Сұлтанды әскери қақтығыста жеңу қиын екенін түсініп, қулыққа көше бастайды. Сөйтіп, тұзақ құрумен айналысады. Ол үшін арнайы әскери топтар жіберіледі. Абылай Сұлтанның көшіп қону бағыттарын, аңға шығатын мезгілінен өз тыңшыларынан өте көп мағлұматтар алады. Содан Абылайдың аңшылықта жүрген мезетін пайдаланып, қолға түсіреді. Тұтқындалған Абылай бірден Қонтайшыға жөнелтіледі. Абылай Сұлтан Қалдан Серен ордасында Әмір Сананың кепілдігінде болады. Сол кезде екі басшы арасында достық қарым-қатынас орнайды. Ол жағдай қазақ даласында дүрбелең туғызады. Оны Ресей патшалығы да өз пайдасына шешпек болады. Халық арасында беделі мықты Абылайды босату арқылы қазақ даласына өз үстемдігін таныту болды. Бірақ олардың Миллер деген майорын жоңғар басшысы қабылдамай қойды. Сөйтіп 1743 жылы Төле би, Қазыбек би бастаған 90-нан астам қазақ зиялылары Қалдан Серен қабылдауында болып, соңы 1743 жылы қыркүйек айында Абылай Сұлтанды босатып алады. 1743 жылғы 23 қаңтардағы Кирилловтың хатында Абылай Сұлтан Қалдан Серенде 2 жылдай тұтқында болды. Онымен бірге Жолбарыс Сұлтан отырды. Ол Қалдан Серенмен тіл табысты. Осы жылғы күзде оларды өз елдеріне жіберді. Тұтқында 35 адам болды. Барлығы да қайтарылды. Өз ұлыстарына аман есен жетті. Олар тұтқында болған кезде сол жазда Қонтайшыларда көп адамдар шешек ауруымен ауырып қайтыс болды. Қалдан Серен қазақтармен бейбітшілікте деп жазып қалдырған екен. Ал өз кезегінде Қалдан Серен қазақтармен бірігу керектігін түсінді. Шығыстан қаһарлы Қытай, батыстан азулы Ресей империясы қыспақ қалып жатқанда бірікпесе құртылып кететінін түсінді. Бірақ ол өз ойын іске асыра алмады. 1745 жылы Қалдан Серен белгісіз себептерден қайтыс болды. Таққа оның екінші ұлы, 13 жастағы Севен Доржы отырды. Бірақ оған Лама Доржы қарсы болды. 1749 жылы өз бауырын өлтіру арқылы Лама Доржы Ойрат елінің 7-ші Қонтайшысы аталады. Бірақ оған Дабашы мен Әмір Сана қарсы болады. Дабашы тайшының жерлері солтүстікте Ертіс өзені бойында болғаны анық. Ол алғашқы Қонтайшы батырдың ұрпағы, атақты Шорас руынан. Цинмен соғыстағы және де Тибетті бағындырғандағы атақты қолбасшы Серен Дандобаның немересі. Ол орыстармен соғыста да айтарлықтай нәтижеге жеткен. Петр Бірдің бұйрығымен подполковник Бухольц 1715 жылы Ертіс бойлап жоңғарлардың жеріне Ямышева қамалын салуға кірісті. 3000-нан астам жасағы бар ол, бұл жерде Серен Дандобадан тас талқан жеңіліп, санаулы ғана сарбазымен қашып құтылған. Дабашы өзінің таққа құқы Тоқалдан туған Лама Доржыға қарағанда көбірек деп түсінеді. Сонымен таққа текетірес басталады. Әмір Сана Дабашыны қолдайды. Сөйтіп екі жақтың әскері шеп құрып соғысады. Бұл шайқаста Лама Доржы әскері жеңіп шығып, Дабашы мен Әмір Сана қазақ даласына қашуға шешім қабылдайды. Абылай Сұлтан оларды қолдайды. Жоңғар мемлекетіндегі таққа таласты өз игілігіне шешпек болады. Сөйтіп
қазақ жоңғар қарым-қатынасы шиелене түседі. Бұл кезде қазақ хандығында да өзгерістер бар. 1748 жылы Барақ сұлтан Арғын Сырымбет батыр көмегімен Әбілқайыр ханға тұзақ құрады. Барақ қол астында бірнеше мың сарбаз, ал ханның жанында бар болғаны 150-дей ғана адам болған. Бірақ Әбілқайырдың ұрыстан аулақ болуды ұсынған нөкерлеріне: «Барақ әйел, барақтан қорыққан әйелден де жаман», деп ұрысқа бас салған. Жаулардың қоршауында қалған қарт хан соңына дейін шайқасты. Ол қашып кетуі немесе қаруын тастауы мүмкін еді. Бірақ беделінен айырылу оған өлімнен де жаман болды. Алдымен найзамен жараланған ханды Сырымбет батыр ер тоқымнан секіріп түсіп, аттан түсіріп алады. Осыдан кейін Барақ сұлтан жауының жүрегіне пышақ сұғады. Бұл тарихи жағдайды сол кезде орыс патшалығымен алмасқан хаттардан аңғаруға болады. Сөйтіп, әйгілі қазақ батыр ханы, Бұланты, Аңырақай шайқастарының қолбасшысы Әбілқайыр хан өмірден өтеді. 1750 жылы Барақ сұлтан удан өледі. Ал Сырымбет батырды Әбілқайырдың ұлы Ералы ауылын шауып, өзін аяусыз өлтіреді. Бұл кезде Абылай сұлтан қазақ қолын жия бастаған еді. Сонымен, тарихтағы Шаған шайқасы атымен есте қалған шайқас 1750 жылдардың басында өткен. Абылай сұлтанның туы астына Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр, Олжабай батыр, Шанышқылы Бердіқожа батыр, Наурызбай батыр, Кіші жүздің Жетіру руынан Сәйімбет, Бекназар, Тамадан Жайылған деген батырлар келген. Сөйтіп, Шаған жеріне де келіп жетті. Жоңғар бекінген жер қорғануға қолайлы. Оңтүстігін Машан, солтүстігін өркеш-өркеш болып тізбектелген Ақтас таулары, шығысын Шыңғыс таулары қоршап жатыр. Ақтастың сілемінде биік жартас арасында әйгілі Қоңыр әулие үңгірі бар. Үңгірдің ұзындығы 100, ені 20 метрге жуық, биіктігі 5-6 метр. Бірақ түбіне қарай 1-2 метрге төмендейді. Үңгір ішіндегі көлдің суы мөлдір, әрі тұщы. Жоңғар әскері осы үңгірді паналап, тасада ұстап, керек кезінде жеткілікті мөлшерде ғана шығарып отырған. Сонымен, жоңғар әскерінің санында жетік білу мүмкін болмады. Онымен қоса, түнделетіп отырып бұл жерге Лама Доржының өзі келіп жетті. Оның мақсаты қазақ әскерін күйретіп, Табашы мен Әмірсананы жазалап, жоңғар мемлекетін бір орталықтандырып, бұрынғы күшін қайтару еді. Ол үшін алдымен қазақ шабуылына төтеп беріп, тасадағы қосымша жасақпен қарсы шабуылға шығып, тас талқан ету. Абылай сұлтан батыр билердің басын қосып, алдағы болар ұрыста қандай әскери стратегиялық жоспар құрсақ деп ақылдасып жатқан еді. Бірнеше тәсілдерді қарастыра келе, 3-9 әдісін қолдануды ұйғарады. Әскерді 3 топқа бөліп, таңнан бірінші топ жауға ұрыс салып, содан сытылып шығып, ұрысқа дайын тұрған екінші тың әскер кіреді. Сөйтіп, кезек алмасып жаудың демі таусылып, күш қуаты сарқылып, жеңіліс табатын болған. Содан келесі мәселе жекпе-жекке шығатын батырларды тағайындау. Жау шегінсе келесі қадамдары қандай болатынын. Егер оларға көмек келіп,
шайқас майданы кері қозғалса не қолданатынын, тағысын тағы мәселелерді шешіп болған соң, сөз соңын Абылай Сұлтан жаудың мықтап бекінгенін, қонтайшылар келіп, рухы қатайғанын, болар ұрыстың оңай болмайтынын тағы бір еске түсіріп, батырлықтың шарықтау шегі осы тұста екенін айтады. Таң ата әскерлер шеп құрып жатқанда, кенеттен ортаға қалмақтың батыры шығып, Қабанбайдың атын атап жекпе-жекке шақыра бастайды. Қазақтың 60 батыры кітабында автор оны былай сипаттайды. Ол 20-ның ішіндегі қалмақтың Арқауыл деген жас батыр екен. Жекпе-жекке менімен Қабанбай шықсын, деп ұрандайды. Арқауыл Алпамсадай аса ірі жігіт екен. Қарагер атқа мініп ортаға шыға келгенде, астындағы аты Есек сияқтанып көрінді. Қабанбайды жекпе-жекке шақыртып отырған қалмақ басшыларының есебі бұрыннан белгілі. Сыналған есепті. Бір ғасыр бұрын, дәлдеп айтқанда 1653 жылы, егде тартып жатқан салқым Жәңгірді де Сесен деген қалмақтың 17 жасар ұлы үйістіп жекпе-жекке атап шақырған. Сәскеден ұлы бесінге дейін созылған жекпе-жекке Жәңгір шыдас бере алмай, жас қалмақ ақырында оны сайып түсірген. Қалмақтар бұл жолы да сондайдан дәмелі болған. Арқауылдың да мақсаты сайысты ұзаққа созып жеңу. Қазақтар Алпамсадай Арқауылды көріп қатты сасады. Абылайда басқалар да қалмақтардың түпкі ойын түсініп тұр. Сонда Абылай қолбасшы өз атынан түсе қалып, шабайылын тартады да, мен шығайын дейді. Қабекеңді қайткенде де жібермеу керек. Саған болмайды деп бәрі оған қарсы болады. Сонда Абылай, ендеше ағалар, атой салайық депті. Атой салуға әрине болатын еді. Бірақ оның намысқа тиетін жері бар. Қабанбай қорыққаннан қазақтар жабылып шапты дейді жау. Қабанбайды жібермеу керек деп Бөгенбай да мазаланды. Ажалына асығып тұр екен, өзім-ақ барайын, дейді Қабанбай, еш саспастан мұрты тікірейіп. Қабеке, қойыңыз, деп оған Абылай тағы жалынады. Наурызбай шықсын, Наурызбай, деген жұрт арасынан сөз шығады. Өйткені ол да Арқауылдай аса ірі денелі еді. Қабанбай, шық бері, деп Арқауыл қазақша айғайлай бастады. Мен шығайын, ұрыс ұзаққа кетеді. Қабанбайдың шыдауы қиын болады, дейді Наурызбай, торы ала атының құйысқанын қысқартып, шабайылы мен төс айылын қайта тартып. Бірақ Қабанбай ешкімді тыңдамайды. Қой қайыруға кетіп бара жатқандай найзасын көлденең ұстап, ортаға беттейді. Екіленіп шаппайды да, текіректеп желмейді де, жай барақат. Оны көріп Арқауыл тұра шабады. Менмен батырдың оңтайлап келе жатқан найзасын Қабанбай қылышпен астынан қағып жіберіп, қақ бөліп тастайды. Арқауыл қайта барып тағы бір найза ұстап қайтады. Бірақ бұл жолы ол да қынабынан қылышын суырады. Қазақтың батыр шалы найзасын бақан құрлы көрмегеннен ол да ой түйсе керек. Алайда жас батыр қылышын сермепті үлгермейді. Қабанбайдың найзасы иығынан тиіп, атынан ауып қалады. Арқауыл атына қайта міне берем дегенде Қабанбай оны найзамен қайта сайып түсіреді. Енді ол Қабанбайға жаяу ұмтылады. Қабанбай қалқанмен қорғанып қалады. Арқауылды өлтірейін деген адамда емес, онымен ойнап жүргендей, шегіне қалмақ батырын атынан алыстатып әкетеді де, бір сәт Қабекең тақымын қысып қалғанда, астындағы қубасат тікесінен тіке секіріп Арқауылдың тап қасына жетіп барады. Көзі ілеспес жылдамдықпен Қабанбайдың алмас қылышы жарқ етеді. Арқауылдың басы қақ бөлінеді. Бұл туралы мәшһүр Жүсіптің еңбектерінде, Құрманғали Халид еңбектерінде де анық жазылған.
Алпысқа тақап қалған Қабанбай батырдың қайраты әлі де сарқылмағанына екі тараптың да көзі жетеді. Тағы жекпе-жектерден кейін негізгі соғыс басталады. Жоңғар әскері зеңбіректерін алға шығарады. Олардан кейін европалық үлгідегідей мылтықшылар жасағы орналасады. Оның артында негізгі әскер бірнеше қатар шеп құрды. Онымен қоса қосымша жасақ тасада тұрды. Қазақтар 3-9 әдісіне көшеді. Мұздай қаруланған алғашқы топ жасағына қазақтың жүректі деген жігіттері таңдалып алынады. Олар ат ойлап, жауғалап қояды. Жоңғарлар оларды сенімді қарсы алады. Алғашқыда зеңбіректер дүркірейді. Оларды мылтығын қостайды. Одан аман өткен батырлар жоңғарлардың негізгі қолына дүркірей бас салады. Сәлден соң арнайы белгімен екінші топ соғысқа араласады. Сөйтіп, көп ұзамай үшінші топтың да кезегі келіп жетеді. Үшінші топ келіп кіргенде жаудың күші таусыла бастайды. Тек Ламадоржының бастауымен қосымша әскерлерді қосу арқылы шеп қайта орнына келді. Кеш те келіп жетті. Әрине, екі жақтан да шығындар аз емес еді. Енді қазақ басшылары түстік жақтан шабуыл жасау жағдайын қарастыра бастады. Айналма жолға бір топ жасақ жібертіледі. Бірақ бұл жақтан да айтарлықтай нәтиже болмады. Терістік күншығыс жақтардан үлкен топпен шабуылдау мүмкін емес еді. Сонымен түске таман ұрыс алаңы қайта жанданды. Бұл жолы да жасақ екпіні мықты болды. Бірақ жау оған да төтеп берді. Әскерде болдыра бастады. Осы кезде алыстан жауға шауып бара жатқан бір топ жасақ көзге түседі. Алдыларында ақ боз ат мінген батыр. Сонда төбе басында ту ұстап, ұрыс алаңын көзбен шалып отырған Абылай. Мына дарабозың кім? Өзі тіпті алға шығып кетті ғой. Көзсіз батыр мерт болмаса игі еді. Деп, әрі сүйсініп, әрі қатты алаңдаған екен. Ақ боз ат мінген Қабанбай батырларын ерттеп, жауға тап береді.
Қабанбай батырдың қаһарына төзе алмаған ойрат кері шегіне бастайды. Талайы жер жастанады. Қиян кескі ұрыста жау шебі жарылып, қайса түседі. Қалғандары енді жалтарақтап қаша бастайды. Қабанбай батырлары соңына түсіп талайын мерт қылады. Тек Ламадоржы нөкерлермен Шаған өзенінен бойлап қашып шықты. Барақ пен Жәнібек жасақтары соңына түседі. Қазіргі Шұбартау маңында Кеңеша жайлауында бір қырғын соғыс болады. Оны осы қыстақта жатқан батырлар қорымы дәлелдейді. Одан сытылып шыққан Ламадоржы Аягөз жеріне шығады. Аягөз өзенін бойлап қашып, ақыры Барақ пен Ер Жәнібек жасақтары Көгілдір тауы бойында қуып жетеді. Сол жерде 2 күн қақтығысып жаудың көзін құртады. Сонда әскерінен айырылған Ламадоржы аттан секіріп түсіп, өзінің кеңірдегін пышақпен кесіп жіберіп, сол жерде жан тапсырды. Бұл шайқаста батырлығымен көзге түскен Тобықтының 20 жасар батыры Тоқтамыс батыр болған екен. Ол жөнінде Шәкір Әбеновтің Тоқтамыс батыр дастанында көнекөз қариялардан жазып алып, дастан қылып қалдырып кеткен екен. Қабанбайдың ерлігі жайлы Қабанбай дастанында былайша айтылады. Бұзатын бір әдісті тапты батыр. Бұзғанда айқайлады қатты батыр. Неше мың болса дағы кейінгі әскер. Қаптады Қабанбайлап артқы батыр. Қысқасы қазақ жеңіп қалмақталды. Қабанбай хандай болып ардақталды. Абылай Қабанбайды хан деп қақты. Қымбатты Еспенбетке тонын жапты. Еспенбет батыр ол Қабанбай батырдың мыңбасы. Садақшы мергендерді тәрбиелеп, соларды басқарған ерекше садақ тартатын жауынгер тұлға болған. Осы Шаған шайқасынан кейін қалмақтың бір әдемі қызы қолға түседі. Әлгі қалмақ қызына жорықтан кейін батырлар таласып қалады. Сол кезде қалмақ қызы шарт қояды. Кімде-кім мына биік таудың басына менің байланған орамалыма садақтың оғын тартып жеткізсе, соған тұрмысқа шығамын деп. Бұйық шыңға барлық батырлар садақ тартқан кезде ешкімдікі жетпей, осы Еспенбеттің оғы жеткен екен. Ламадоржы мерт болғаннан кейін, табашы Әмірсананың қолдауымен жоңғарлардың 8-ші қонтайшысы болып сайланады. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды демекші, көп ұзамай табашы мен Әмірсананың арасында текетірес басталады. 1754 жылғы қақтығыста Әмірсана жеңіліп, Цин империясының қарамағына бас сауғалайды. Сонымен Абылай хан тек жоңғарды жеңіп қана қоймай, қазақ жерінде өзінің беделін бір көтеріп тастады. Шығыста Қалбатау тауларына дейінгі аймақты қайтарды. Жоңғар тағына үміткерлерді алма-кезек қолдап, әлсіретті де, келесі жорыққа дайындала бастады. Алда әлі де талай шайқастар күтіп тұр еді.